жұмыс тоқтат деген сөз ғой. Қалай күн көріп жатсыздар қазір? Былай айтқан кезде бұл сфера қиындау екен. Екінші рет, үшінші рет жасаған кезде кім үшін жасау керек? Өзің үшін жасалу керек пе тек қана? Өзін таңдаулы адамдарды қояды деп ойлаймын да. Мен жыл сайын қажылыққа барып тұрамын, ай сайын умрадамын деген сияқты. Әрдайым қажылықта болады, Қағбаның қасында өйтіп жүреді, рахаттанып жүретін сияқты түсінік та. Ұратын сияқты болып келе жатқан. Себебі мен іздемедім, таппадым деген сияқты. Сол дұға былай айтқан кезде автомат түрде қабыл болды да мен үшін. Қонақ үйлерге 1 жылға 2 жылға орын жоқ та. Алып қойған. Себебі ол әлемнің 14 мемлекетінен рейстер келіп жатыр да. Ассалаумағалейкум қадірменді достар. Бүгін еркін сұхбат. Менің қасымда меценат, Достық Тревел қажылық компаниясының негізін қалаушы, кәсіпкер Абдусамат Әбдіжәміл бауырымыз бар. Әбеке, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, қош көрдік. Осы биыл 2-ші жыл қажылық тоқтатылды, иә? Иә. Қажылық тоқтатылды. Жекелей өздеріңізге тоқталсақ, мысалы Достық Тревел қалай жұмыс істеп жатсыздар? Биылғы карантиннен кейінгі жалпы әлемдегі туризмнің ахуалы бірте-бірте Аллаға шүкір реттеліп келе жатыр. Өкінішке орай 2-ші жыл тоқтап тұр. Себебі осы әлемдік пандемия коронавирусқа байланысты. Осы алдағы 2020-ның қыркүйегінде негізі ашылады деп хабар берілген. Барымыз қуандық. Қуандық, ұлттық арнадан шықты. Бірақ өкінішке орай қаншама уақыт өтті, 7 айдан астам уақыт, бірақ әлі ашылған жоқ. Айлар бойы күттік, әне ашылады, міне ашылады деп. Енді қарасаңыз, Рамазан ай бітті, Рамазанда барған жоқпыз. Онымен қоса қажылықтың басталуына 1 ай уақыт қалды. Алдағы 20 шілде, келесі ай 20 үйін, ол қажылықтың басталатын кезі, Құрбан айттың алғашқы күні. Бірақ өкінішке орай осы 10 күн алдын хабар келді. Сауд Арабия мемлекеті корольдігі үлкен қажылықты биылғы жылы болмайды деп шешті. Мүлдем болмай ма, әлде? Тек қана шетелдік азаматтар, шетелдіктерге рұқсат берілген жоқ. Тек қана Сауд Арабия елінде өмір сүріп жатқан азаматтарға және сол жердегі шетелдік азаматтарға рұқсат берілген деп хабар берді. Жалпы көлемі 60 мыңға жуық қана адам бұл биылғы жылғы үлкен қажылықты өтей алады. Ал одан басқа шетелдіктер және де басқа адамдар өкінішке орай өтей алмайды. Қажылық биылдыққа біздің ел үшін, жалпы қазақ ел үшін биылдыққа жоқ. Қажылық жоқ. Енді қараңызшы, қажылық компаниялар бар біздің елімізде, бір 10 шақты компания бар қажылықпен айналысатын тікелей. Енді ол компаниялардың жағдайы не болды? Қажылыққа бармаса, адам апармаса, ол жұмыс тоқтат деген сөз ғой. Қалай күн көріп жатсыздар қазір? Карантиннен бері осы өткен жылы 2019 соңы 2020-ның басы ақпан айынан, февраль айынан бастап карантин режимі қойылды. Сауд Арабия мемлекеті 27 февраль ақпаннан бастап қажылықты келуді тоқтатты. Содан бастап бүкіл фирмалардың жұмыстары тоқтады. Біршама уақыт күттік, кейіннен 2 жылға созылды. 2 жылға созылды. Қазір таңда әр компанияның мысалға 2-3-ге жуық 3-4 қалада офистар болса, барлығы енді жабылған өкінішке орай. Тек қана Алматыдағы негізгі офистары ғана жұмыс жасап жатыр. Оның өзінде немен айналысып жатыр енді? Адам қабылдап жатқан жоқ. Қажылыққа, умраға адам қабылдап жоқ. Туризммен қосымша, туризммен және авиабилетпен айналысатын компаниялар бар, олардың қосымша туризм түрлерімен олар сол шетелдерге турларды сатып жатыр. Билет сатып жатқандар да бар, бірақ барлығы емес. Мысалға біз туризммен айналысып жатыр, осы шетелге, себебі қазір таңда Түркия мемлекеті, Египет, Мысыр, сосын Біріккен Араб Әмірлігі, Грузия ашылды, Аллаға шүкір. Және де мысалы Өзбекстанға қазір өте көп рейстер қойылып жатыр, зиярат дейді ғой, тарихи туризмдерге рұқсат беріп жатыр. Хорватия жақын таңда ашылды, Маврикийге ашылып жатыр. Онымен қоса мынау Шри-Ланка мемлекеті, Мальдив мемлекеттеріне Аллаға шүкір жаймен деп ашылып жатыр. Сол жақтарға біз турлар сатып жатырмыз адамдар. Бәрекелді. Енді қажылыққа бір тоқталайықшы.
біздің түсінігімізде тереңдеп дінді, тереңдеп қажылықты білмейтін адамға қажылық бір-ақ ұғым. Иә. Бірақ ұғым. Мен қажылыққа барып келдім дейді. Ол бірақ қажылық маусымында емес. Мысалы, умраға барып келеді. Кіші қажылық дейді. Жалпы осыған бір көрермендерге түсіндіріп өтсек халыққа. Қажылық дегеніміз қандай қажылық? Кіші қажылық дегеніміз қандай қажылық? Умраға барып келдім деген қажылықтың түрі бар, ол қандай? Соны бір түсіндіріп берсеңіз. Қайсысы бізге парыз, қайсысы бізге жаңағы сүннет амал болып саналады? Түсінікті. Жалпы ислам 5 қағидаттан, 5 шарттан, 5 парыздан тұрады. Оның бірі Аллаға иман келтіру, намаз, ораза, зекет және де соңғысы қажылық дейді. Қажылық бұл 5 парыздың бірі. Ол жылдың тек қана бір ғана мезгілінде болады. Бұл осы құрбан айттың кезінде жасалынады. Тек қана бір ғана мезгілде. Басқа уақытта сіз басқа айларда 100 рет барсаңыз немесе 10 рет барсаңыз да ол үлкен қажылықтың орнын өтемейді. Қажылық белгілі айлар деген белгілі айлар. Бұл сол Зүлхиджаның 8-ден бастады және де осы құрбан айттың кезінде өтелінетін құлшылық. Бұл парыз қажылық болып есептеледі. Біздің мойнымыздағы 5 парыздың біреуі өтелінеді. Және де кіші қажылық деген ұғым бар. Бұны халық умра деп атайды. Умра жылдың кез келген уақытында өтеуге болады. Сонда умра мен кіші қажылықтың атауы бөлек болғанымен мақсаты бір. Иә, атауы бөлек болғанмен халық біреу кіші қажылық дейді, терминологиялық сөзбен умра деп атап кеткен. Умра деп аталады, көбісі умра деп түсінеді. Бұл жылдың кез келген уақытында өтей береді. Бірақ үлкен қажылықтан бөлек уақытта. Үлкен қажылықта ол қажы рәсімі өтеледі, басқа уақыттарда жылдың қалған 11 айында былай айтқан кезде кіші қажылық умраны өтей береді. Бұл сүннет амал болып есептелінеді, ал қажылық бұл парыз. Сіз қажылықты өтесеңіз, мойныңыздан парыз амал түседі. Бір рет барсақ болды, түседі. Бір рет барсаңыз, сізге парыз өтелінеді. Қараңызшы, адам мойнынан парыз қажылығы түсу үшін, ол өзі үшін жасайды қажылықты. Мысалы, умраны да солай өзі үшін жасайды алғашқыда. Енді қайта-қайта барғысы келеді дейді ғой, енді Меккеге барған кезде, қажылыққа барған кезде барғың келіп аңсап тұрасың дейді. Екінші рет, үшінші рет жасаған кезде кім үшін жасау керек? Өзің үшін жасалу керек пе тек қана? Ниет еткен кезде қалай ниет етіледі өзі? Ниет еткен кезде жалпы ниет еттім Алла ризалығы үшін осы қажылықты өтемекке. Аллахым осы қажылықты маған жеңіл етуге және де қабыл етуге деп айтады. Бұл солай өзіңіз үшін ниет етесіз. Егер сіз өзіңіз бірінші өз үшін жасау керек, бірінші рет келесілерді басқа адамдар үшін жасауға болады. Себебі сіздің туған туысқаныңыз бар, дүниеден өткен. Мысалға, сіздің атаңыз немесе әкеңіз немесе анаңыз немесе әжеңіз дүниеден өтіп кеткен болса, ол кісілер үшін өтеген ол абзал болады. Себебі пайғамбарымыздан мынандай хадис келген, бір әйел кісі сұраған кезде Алланың елшісі, менің қажылық парыз болған кезде менің әкемнің оған жасауға қауқары жоқ еді дейді. Мен ол үшін қаржы жасасам бола ма деген кезде, егер сенің әкеңнің қарызы болса дейді, қарызы болса не істер едің деген кезде, оны міндетті түрде өтеремін деген. Сол сияқты бұны да өтеу сен үшін абзал. Сол кісілерге өтеу. Себебі былай айтқанда қарыз сияқты. Қажылықты басқа адамның атынан өтеуге болады. Оны рұқсат берген. Енді қараңызшы. Қажылыққа барып келгеннен кейін, ой, пәленбай қажы, бірден кейіп деген сияқты, мысалы, қажы, түгенше қажы деп жаңағы бір тойда тос берген кезде де, тілек берген кезде де сөйтіп айтып жатады. Енді ол кісіні дәл солай атау дұрыс па? Жалпы қажылыққа барып келген адамды бірден қажы деп атай берсек бола ма? Енді үлкен қажы жасаған адамды ол қажы деп аталады, енді айтуға болады, біреулер айтқан қаламайды, әрқалай себебі ол Алла мен оның өз арасындағы жағдайға байланысты. Бірақ енді ол нәрсеге де сай болуға тырысу керек. Мысалға, сіз қажылығыңызды өтеп келдіңіз барлығын, бірақ мынандай нәрсе бар ғой, қабыл болған қажылықтың сыйлығы тек қана жәннат деген. Ол қандай қажылық деген кезде ол ешқандай күнә араласпаған қажылық дейді. Және де ғалымдарымыз айтады, оның қажылығының қабыл болған белгісі елге келгеннен кейінгі дұғаларының қабыл болуы, және де ол адамның мінез құлқында, әрекетінде, құлшылығында, көп нәрседе ол өзгергеннің белгісі көріну керек.
Ал бірақ сізде сол тұрғылардан дұғаңыз, мысалға қаншама дұға жасайсыз, қабыл болмай жатса, қабыл болмаған болса, мысалға белгісі ретінде сізде ешқандай өзгеріс, бұрынғы жартас сол жартас сияқты боғауыз сөйлейтін болсаңыз, немесе мінезіңіз нашар болатын болса, ағайын туысқанмен қарым-қатынас нашар болса, ол сол жолай жалғасып бұрынғыдай болар беретін болса, былай айтқан кезде оны қажылығын біз айта алмаймыз, бірақ ол жерде қабыл болған белгісі көрінбейді, оны айту қиын. Және де ол қажы деуге де былай айтқанда қиындау. Қажы дегенмен, бірақ сен әрекетің басқа тұрғылардан сәйкес келмесе, ол мұсылмандарға атына кір келтіруі мүмкін. Мен бір кісілерді білем, намаз оқымайтын еді, қажылық бұйырып барды, қажылыққа барып келгеннен сол жақта намазын оқып жүрді, жаңағы 5 уақыт намазын оқып жүріп, одан кейін келгеннен кейін әрі қарай жалғастырып жүрді, намазын оқып кетті ары қарай. Бұнда бір оң өзгеріс деп айтуға болатын сияқты меніңше, иә, себебі ол адам мынандай ғой, адам ешқашан идеал болмайды, керемет болып қажылыққа ешкім бармайды, бірақ мұсылман болу әстесі дейді ғой, жаймен барып, біреулер көп адамдар бізде қажылыққа намаз оқымайтын адамдар бар, көп адамдар намаз оқымаған, құлшылықтары, бірақ Алла Тағала ол жерге барғаннан кейін жүректерін ашады, өзгереді. Сол нәрсені түсінгеннен кейін ол елге келгеннен кейін өзгереді. Қарасаңыз, егер оның өзгеріс белгі болса, құлшылығында, мінезінде, көп нәрседе намаз оқып жатыр, қарасаңыз, иншалла біз оны қажылығын қабыл болған белгілер деп санай аламыз, айта аламыз. Бәрекелді. Енді қажылық мәселесі ол қазбалай берсең өте көп қой. Енді өздеріңізге оралайықшы. Қажылық фирмасын ашуға не себеп? Неге қажылық фирмасын деп таңдап алдыңыз? Қателеспесем, бір 7 жыл уақыт болды, қазіргі уақытқа дейін жұмыс жасап жатқандарыңызға. Неге қажылық таңдап алдыңыз? Енді адам мұсылман болғаннан кейін, сосын кез келген нәрсені Алла және оның елшісіне қарап жұмыс жасайсың. Алла елшісі қалай үгіт берсе, Құранды қалай не ететініміз соған қарап. Мысалға туризм, мен өзім саяхаттағанда, ел көргенді кез келген адам жақсы көреді. Осы туризм саласын таңдадым. Сол саланы оқыдық, бітірдік, және де жұмыс жасадық. Бірақ қарасаң, туризм саласы жан-жақты таралым да. Ол қажылығы бар, онымен қоса билеті бар, шетелдегі турлар, бизнес деген сияқты, спорт тревел дейді, мысалы спорт туризм көп, өте көп. Бірақ менің жүрегіме қош келгені осы сала, себебі бұл туризмнің негізгі бастауы қажылықтан басталған екен, негізгі бастауы қажылықтан басталған екен. Және де бұл ойлаңызшы, дүние ақыретіңе пайдалы, сауап бірінші тұрғыдан, сосын қияметте дәрежеңнің жоғарылауы, сосын жұмыс, сосын жақсы, мысалға табыс деген сияқты, табысты боласың, бүкіл тұрғыдан сен ұтылмайсың да. Енді сіздің жаңа табысты айтып жатсыз ғой, басқа туризм бағытынан гөрі осы қажылыққа көп табыс түсе ме? Мысалы, бір қажылыққа барудың өзі бір миллионға жуық бір адамға шығады. Бір апарған кезде біздің елден 3 мыңға жуық адам барады. Оның 200-300 дейін мысалы кейде бір ғана қажылық компаниясына алуға тура келеді. Расында табысы көп сияқты қажылық компанияларының. Енді бүкіл барлығын айта алмаймыз қажылық фирмаға мен есеп. Жалпы Алла Тағала бұл тұрғыдан негізі қажылық компаниялардың басшыларына, сол жердегі адамдарға негізі басқа тұрғыдан Алла Тағала негізі берекет береді. Бұл тұрғыға қажылық компаниялар негізі тек қана пайда үшін жұмыс жасамайды. Бұл жердегі мақсат сол Алланың разылығын алу, және де сапалы қызмет көрсету, және де сауап алу. Қажылық компания ондай айтқандай бір былай қарасаң умра 1,5-1200-2000 доллар алды да. Соның барлығы енді қажылық компанияның қалтасына немесе директорына кетеді деген түсінік бар да. Негізі олай емес. Енді қалай? Мысалға, оның барлығын 90%-дан астамы мысалға ол авиабилет дейді, мысалы авиакомпанияға, қонақ үйге, визасына, трансфер дейді, бұл автобустарына, тамақтарына және гидтерге солардың барлығы кетеді. Табыс ондай айтқанда енді көп қоймайды. Және де бұл енді Аллахтың разылығын іздеп әрекет жасап жатқан нәрсе де бұл жерде. Себебі олардың барлығы бір байып, бір керемет болып кеткен, ешкімнің ондай жағдай жоқ. Бірақ мақсат не? Бұл жерде сол адамдарға жақсы нәрсе сыйлау, және де сауап алу, қаншама адамның, және де қияметтегі
сондай бір сізді Алланың қонақтарына қызмет етуші деп шақырылса да, мысалға директор бар, ол жерде қаншама жұмыс істейтін бар, соның барлығы сондай шақырылумен шақырылса ол үлкен нәрсе да. Және де Алла Тағала оның айтып жатқандай басқа тұрғыдан берекетін береді. Табыстары өзіне жараса бар, шүкір. Қандай берекетін көрдіңіз? Мысалға Алла Тағала сізді қаншама Алланың қонақтарына қызмет еткеннің арқасында қаншама адамдардың алдында үстем қылып қояды. Сізді мысалы қаншама адам мысалы сіздің жасыңызға қарамай құрметтейді. Қаншама адам мысалға бізге осы уақытқа дейін аралықта қарапайым адамнан бастап жоғарыдағы министрге дейін депутаттарға дейін барғанда, бірақ ол саған бағынышты да, сенің оның ұстазы немесе басшысың да, сіздің дәрежеңіз соншалық дәрежеңіз көтеріліп қалады Алла Тағала. Ол жерде ешкім сен депутат немесе министр пәленше деген ол жерде саналмайды. Сен ол жерде басшысың. Сен Алла Тағала сондай дәрежеңді көрсетіп қояды. Елге келгеннен кейін де сенің дәрежеңді Алла Тағала үстем қояды, көтеріп қояды сол тұрғыдан. Жұмысыңа тек қана қажылық фирмалар, біз тек қана бір ғана осы қажылықпен ғана емес, басқа тұрғыдан жұмыс жасағаннан кейін ол кәсіптерімізге Алла Тағала сол тұрғыдан негізі берекетін береді. Сезіп жүрсіздер. Ол нәрсені Аллаға шүкір сезіп жүрміз, шүкір елден кем емеспіз, жағдайымыз жаман емес. Қажылық саласы басқа туризм салаларынан өте бір ерекшелігі бар. Бұл жерде демалу емес, жалпы демалу болғанда рухани тұрғыдан демалу, бұл жерде құлшылыққа байланысты нәрсе. Сіз егер басқа туризммен айналыссаңыз, ол жерде Түркияға жіберетін болсаңыз демалысқа немесе спорттық шаралар, бизнес турлар болады, экскурсиялық турлар болады. Ол жерде енді белгілі дәрежеде апарып кетеді болды. Ол жерде қателессең, былай кешіріледі деген сияқты ғой. Бірақ мына жерде ол қажылық деген нәрсе, ол кәдімгідей оңай нәрсе емес та. Мысалға құлшылықтың бір ғана түрі біреу орындалмай қалса немесе кешігіп қалса, бір қажылық жоқ қойды. Былай айтқан кезде әл-хаджу арафат деп айтады мысалға. Қажылық бұл арафат дейді. Ал арафатта сіз арафат болатын күні, арафаттың құрбан айттың бір күні алдында. Сіз арафатта тұрмасаңыз қажылығыңыз жоқ та. Сіз мысалға $6,000 немесе $7,000 немесе $5,000 ақшаңыз төледіңіз. Сол күн болмай қалыңыз, үлгермей қалыңыз дейді. Әртүрлі жағдай. Қажылығыңыз жоқ та. Болды сізде қажылық, ол айтқанда ол қажылық жасалған деп есептелмейді. Келесі жыл қайтып жасауыңыз керек болады. Сондықтан бұл қажылық фирмаларының саны аз болуының себебі деп жеке пікірім, бұл салада жұмыс жасау өте қиын да, үлкен жауапкершілік, уайым, қайғы. Қандай қиындығы бар ол қиындық? Қиындығы, мысалға бізде басқа турларда сіз аэропортқа шықпайсыз да, ақшасын, ваучер, билет, барлығын бересіз документтермен, сіз өзі кетеді, анашты күтіп алады, болды. Ал сіз бұл тұрғыда бұл жерден бересіз, бірге барасыз, бірге регистрация өтесіз, бірге ұшасыз, бірге қонасыз. Бүкіл әрбір сәттерде бірге болуыңыз керек. Және де алдын ала сіз 1 ай, 2 ай алдын оларды дайындайсыз. Қажылық деген осындай, анау деген осындай, мынандай деп. Ол жерге барғаннан кейін басқа акклиматизация, басқа табиғат, оны үйрету керек, құлшылықтардан қателес қалмау керек. Адамдар уайымдайды. Сосын басқа елге барғаннан кейін ол жерде қажылықта жаяу жүретін жерлер көп, адасады. Қағбаны мысалға бір айналған өзінде қаншама мыңдаған адам айналады да. Сіз мына жағыңыз қарап, мына жағыңыз қарағаныңызша адамдар жоқ болып кетеді. Ал ол елге бірінші рет баратқан адам, онымен қоса үлкен кісілер болғаннан кейін жоқ болып кетеді, таппай қаласың. Ал ол жерде ол нәрсені дұрыс істемесе, құлшылық барысында сіз Қағбаны айналып барасыз, 7 рет айналудың орнында біреу неше рет айналған білмейді. 3 рет айналып немесе 5 рет айналып қойған болуы мүмкін. Ол қиындықтар бар. Адамдарды оны табуың керек. Дұрыс істемеген болса, қайтадан алып келіп оны істетесің, әрқайсысынан сұрайсың. Сосын ол киіндіресің. Киім киюдің өзі бір әжептәуір машақат ер кісілерге. Сосын қажылық бұл машақат деген ғой, әл-хаджу машақат. Бұл уайым. Сосын қажылықта ихрам деген мәселе бар да. Ихрам дегенде екі ақым ата. Бұл екі ақым ата деген бұл жалпы бір терминологиялық жай сөзді. Негізі ихрам деген бұл тыйылу деген мағынаны білдіреді. Қажылықтың бұл негізгі рәсімнің бірі. Бұл жерде сіз
анау болмайды, мынау біршама дүние болмайды. Сізге сабын пайдалануға, шампунь иісі бар заттарды пайдалануға болмайды. Мысалы, әйеліңізбен барсаңыз, әйелмен мысалға қосылу деген сияқты, онымен қоса қаншама тиымдар бар да. Шыбын өлтіруге болмайды. Ол жердегі мысалға өсіп тұрған өсімдіктерді өлтіруге, біреудің затын алуға, біреуді ренжітуге, біреуді мысалы өзіңіздің жай ғана теріңіздің өзінің түктерді жұлуға, біреулер тырнақтарын нетеді деген сияқты, шашын былай қатты қасылаудың өзіне де болмайды да, шаш тұсқамау керек деген сияқты. Ойласаңыз, бұл жерде тиымдар көп. Себебі бұл адамды сондай адал, мысалға күнә түгіл адал нәрседен тыйылуға үйретеді да, сол тұрғыдан. Бұның барлығы әжептәуір қиын. Сосын бұл ихрамға байланысты. Онымен қоса сіз Минада, Арафатта жаяу жүретін, шайтанға тас лақтыратын кездері болады. Оның барлығын алып жүресіз, миллиондаған адамның ішінен келіп үлкен кісілер бар. Енді бізде 70%-ға жуық үлкен кісілер барады ғой. Олар жолда жоғалып кетеді, таппай қаласың. Ол рәсім істемеген болса, қалып кетпеген болса, ертең қажылығыңыз қалмай қалуы мүмкін. Әр тұруда оның барлығы үлкен уайымды, қайғы, соның барлығы үлкен адамдардан келетін мәміле бар. Жоғалып қалса, жоғалып қалғанның өзін сенен көреді деген сияқты, сендер қарамағасыңдар, бірдеңе болмай қалса деген сияқты. Соның барлығы әрбір адамға жеке-жеке жауапкершілікті арқалайсыз. Әрқайсысын сіз бір адамға 40-50 адам жүктелсе, ол 50 адамның жүгі деген оңай емес. Қанша адам апарасыздар енді? Мысалға 500-ге жуық апарсаң, әрқайсысы 10 группа болады. 50 алып барсаң, мысалы бір группа 40-50 адам сондай болады. Оның әрқайсысы 300 алып баруыңыз мүмкін, 200 алып баруыңыз мүмкін, әрқайсысы 40-50-ден бөлінеді. Бір автобус деген сияқты. Бір автобусқа 40 пен 50-дің арасында адам қойылады. Енді қажылық фирма саны аз деген мәселе осы тұрғыдан өте қиын. Сосын бір рет барып көргеннен кейін немесе бізде күйіп кететін мәселелер көп та. Мысалы, умра тұрғыдан визалар шықпай қалады, сосын толмай қалады. Адамдардың деңгейлері әртүрлі ғой, діни түсініктер деген қажылыққа байланысты. Мысалға, бізде Өзбекстан, Қырғызстан, Малайзия, Түркия елдерінен топ-тобымен мыңдаған адам барады да. Мысалға, ал бізден ол тұрғыдан әлсіздеу, аздау. Біз өзіміз айтқан кезде адамдарды жалынып деген сияқты сол тұрғыда реклама апарғандай апарамыз. Сол апарасында акциялар жасай, үйтесің, бүйтесің, бағаларын арзан қыласын. Мысалы, умрада толмай қалатын кездер болады да. Олар күйіп кетеді. Мысалы, бір орныңыз күйіп кетеді, екі орныңыз күйеді, бір кезде 30 орын, 20 орын күйіп кететін болады. Ал оның барлығы үлкен қомақты қаржы. Сосын ол тұрғыдан күйе бергеннен кейін көбісі айтқан кезде бұл сфера қиындау екен. Онымен қоса адамдардың әңгімесі көп дейді, басқасы көп, үйтуі. Содан кейін көп адамдар сол тұрғыдан жұмыс істемейді. Бұл жауапкершілік барлық тұрғыдан. Қаражат тұрғыдан да, рухани тұрғыдан да, адамдар қызмет тұрғыдан да өте ауыр. Және де Алла Тағала бұл сферада жұмыс жасап жатқандарға енді өзін таңдаулы адамдарды қояды деп ойлаймын да. Себебі, не үшін 5-6-ақ 10-шақты фирма, не үшін 1000 емес деген сияқты. Себебі, бұған шыдай алатын басшыларда шыдай алатын адамдарды қояды. Сол адамдар ғана шынайы сол істейді. Айтпасам, осы уақытқа дейін қаншама мыңдаған адам істеуі мүмкін еді. Бізге осы салада жұмыс істегісі келетін адамдар өте көп. Сұрақтар, жыл сайын қажылыққа барып тұрамыз, ай сайын умрадамын деген сияқты қызық қой. Былай қарасаңыз, қажылық фирма жұмыс істеген керемет сияқты, былай сырттан қарасаң күшті да. Олар әрдайым қажылықта болады, Қағбаның қасында өйтіп жүреді, рахаттанып жүретін сияқты түсінікті. Бірақ негізі ішіне кірсеңіз, өкінішке орай, енді былай айтқан кезде өкініш деп айта алмаймын, бірақ өте қиын, ондай емес. Біз гидтарға, жұмыскерлерге талап қоятын нәрсеміз бұл тіл мәселесі. Бізге қазақша, арабшасы, орысшасы болған абзал. Ағылшыншасы болса тіпті жақсы деген сияқты. Осы тілдерді біз қараймыз бұл тұрғыдан. Сосын онымен қойса, мынау шариғи тұрғыдан білімді болу керек. Білімі болу керек. Ең басы біз қатты қоятын мәселе бұл сира дейді, пайғамбардың өмірінен ислам тарихынан жақсы хабар болған адам керек бізге. Сол мәселе, бұл шартты қоямыз. Және де денсаулық тұрғынан физикалық дейді ғой, спорт сол жағынан да
мән береміз. Себебі ер кісілерді алатын себебіміз ол жақта өзіңіз де қажылықта болдыңыз ғой. Кәдімгі жүгіріп шапқылайсың, қаншама километрлеп, адам жоғалса іздейсің. Ал ол сенде денсаулық болмаса, физикалық тұрғыдан мықты болмасаң, қайтып іздейсің, қайтып табасың деген сияқты. Сосын тағы бір мәселе бұл шешім таба алатын пысықтық дейді ғой, сол тұрғыларын қараймыз. Егер сол тұрғылардың барлығы сәйкес келіп тұрса, біз ол адамды негізі жұмысқа алдымыз. Бірақ көп адам келеді, сол тұрғылардың бәрін қойғаннан кейін, ол тұрғыларға сәйкес болмағаннан кейін жұмыс алмайсың. Немесе алғандарымыз болған көп адам негізі шыдай алмайды, жұмыс істей алмайды. Негізі менің салам емес екен деген сияқты. Себебі ана жерге барғаннан кейін сен ол жерде жатпайсың. Кәдімгідей айтқан кезде күні-түні жүгіресің да. Жүгіресің, қызмет көрсетесің да. Сен қағбада тұрып жатып алып намаз оқу дейміз, құлшылық деген ашық айтқанда ондай нәрсе өте аз болады. Және ондай мүмкіндік болмау кетуі мүмкін да. Бір айға барсаң, бір айдың ішінде алғаш күндер болған болуы мүмкін, ондай болмауы мүмкін. Тек жүгіру адамдардың талаптары, біреу ақшаны ауыстырып бер, біреу ана жерге алып барып бер, біреу мынаны түсінбей жатыр, біреу ауырып қалды дейді, біреу үйтті, біреу жоғалды. Қарасаңыз, оның барлығы енді сізге сен сол білет дегеннен кейін соған сұрайды. Ал сен ол кезде қалай жата аласың? Сенің ойың бар сонда болғандықтан, сен бүкіл жұмысың, құлшылығың былай айтқан кезде соларға қызметің болады ғой. Сол тұрғыдан айтқанда. Бір адам емес, қарамаңдағы 50 адам ақша айырбастап кел дегеннің өзі үлкен мәселе. Мысалы, бір ғана Мекке қаласында қажылық кезінде бейресми бір 6-7 миллион адамға дейін шоғырланады екен, ине шаншар орын болмай қалды деген дәл жаңа теңеу сол қажылық кезіндегі Мекке қаласына аятылатын шығар. Енді өздеріңізде болды ма бір қатты есте қалатын бір машақат, жаңа қиындық, мысалы бір кісі таппай қалдыңыз, немесе бір кісілер өмірден өтіп кетеді деген сәттер, білмеймін мен, сондай бір есте қалған қандай бір қиындық бар сіз үшін? Менің өзімнің алғашқы қажылығым, алғашқы жылы қажылығымен қатты әсер еткен студент кезіміз ғой негізі. Бір жағынан практикамыз, студент кезіміз, қажылықтамыз, бір үлкен лауазымды медик университетте сабақ беретін профессор, академик кісі барған. Енді топтағы бір адамның бірі. Енді үлкен лауазымды адамдар көп барған да сол тұрды. Сөйтіп қажылықты өтеп барысында осы құрбан айттан кейінгі ташрик күндері дейді, ташрик күндері шайтанға тас лақтыратын күндер келеді. Сол кезде группаны алғамыз, апарғамыз, енді бір адам бүкіл бәріне қарап үлгеру қиын. Себебі жанында жүре алмайсың, бірақ алдында басқа жүресің. Шайтанға тас лақтырып келгеннен кейін әр жолбасшы гид өзінің адамдарын іздейді, группасын түгелдейді. Әркім өзіне, 40 адам ба, 50 адам жауапкершілігі солай іздейді. Сен өзіңнің адамдарың ішіне шықпай қалса қорқасың да, уайымдайсың. Себебі Құдай сақтасын, біреу басылып қалуы мүмкін, біреу бірдеңе қой, біреу жүрегі тоқтап қалуы мүмкін. Әртүрлі ой келеді. Сол үлкен атамыз, үлкен кісі өзі сабақ беретін. Сол кісі жоғалып қалды да. Жоқ. Ойлаңызшы. Енді іздеймін, бүкіл Минаны алқап іздеймін, Қазақстанды қажылардың нелерінен іздеймін. Таппаймын. Бір күн өтеді, 2 күн өтеді, 3 күн өтеді, 4-ші күн өтеді. Жоқ. Анау Минаның ішінде шатырларда медициналық поликлиникалар бар, емханалар. Сол жерлерде өлік қаналар бар ғой, сол өлік қаналарға іздейміз ғой. Енді өліп қалғанда болуын білмейсің ғой. Енді мен студентпін, қорқынышта. Студент үшін шапқылап жүрсіз. Шапқылап жүрмін. Енді қажылықтың алғашқы жылдары шын керек қорықтым. Себебі ертең біздің адамдар шын керек түсінік әртүрлі ғой. Сен дұрыс қарамағансың, сен өлтірдің деген сияқты сондай болып қалуы мүмкін да. Енді студент адам үшін олмен қоса қиын ғой, ауыр, неше түрлі. Енді мен сол жылы ашық қатты қорықтым, қобалжыдым. Ұйқы жоқ қой, түнде ұйқы жоқ. Қажылықта Алланың қалауымен сол дұғаның барлығы сол ғой. Аллахым осы адамды тауып, аман-есен елге қайтарайық, аман-есен жеткізейін осы адамдарын деп. Сонымен Минадан қайтамыз, қонақ үйге барамыз. Қонақ үйге барған күнгі 2-ші күн ба, не керек, сол күні Алланың қалауымен табылады ғой. Қайдан табылады сонда? 2-ші күн. Біздің сол басшымыз, компанияның басшысымен сол жерде Мұназим дейді, сол кісі Алланың қалауымен тапқан ғой. Біз іздеу бердік қой, сөйтіп таптық. Ол кісіні Алланың қалауымен таптық, не керек.
ол үлкен кісі сол минада сол шайтанға тас лақтыратын жерде қалған. Сонымен былай айтқан кезде қорыққан ба, сол жерде қалып кеткен ғой. Yani түрден түр жоқ. Сөйтіп тауып алып келді ғой. Ананы көрген кезде мен бірінші кезде алыстан келе жатыр да, қонақ кіріп қорқып тұрмын ше. Енді былай айтқанда ұратын сияқты болып келе жатқан ше. Себебі мен іздемедім, таппадым деген сияқты. Себебі мен ол группаға жауаптымын ғой. Мен көрген кезде жылап жіберді да, сосын балам кешір деді, сен айтқаныңды. Себебі біз айтамыз ғой, айтқанды істеңіздер, мынадан шықпаңыздар деп. Сөйтіп табылды. Сол мен өзім қуанып кеттім, барып жуындырып, қарап, сөйтіп сол кісіні былай айтқанда жасадық та. Сөйтіп қажылықтан қайттық. Бірақ қажылықтан қайтқан кезде сол кісі маған енді ұшақта дұға жасады. Аллахым, сенің Алла дәрежеңді көтерсін, жұмысың жүргізсін деп. Сол дұға былай айтқан кезде автомат түрде қабыл болды да мен үшін. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, қажылық фирмалары екінші бір кәсіптермен айналысып кетті, туристік бағытта жұмыс жасап жатыр деп. Сол өздеріңізде достық лайф деп әдемі бір тамаша сабындарды да шығарып жаттыңыздар ғой. Иә. Ол да бір тоқтап қалмай екінші бір дүниені іске асырып жатсыздар. Тіршілігін жасайды деген сияқты ғой енді. Сондай. Енді халал туризм деген кейінгі кезде айтылып жүр. Халал туризм қалай халал болады енді? Халал деген дүние өзі бір, мысалы, адал болу керек, адал шөп жеу керек деген сияқты ғой, мысалы, таза болу керек деген сияқты. Енді туризм қалай халал болады? Несімен халал, және ол қай елдерде халал деген сияқты сұраққа жауап берсеңіз. Бізде нақты қай фирмалар айналысып жатыр? Мынау халал деген тенденция сөз бүкіл нәрсе кіріп кетті ғой. Былай айтуға да кей кезде ыңғайсызданасыз. Мысалы халал туризм айтқан суытта халал, халал мойка, барлығы халал деген кетіп қалды ғой бүкіл нәрсе. Енді халал туризм деп екінші балам мұсылмандық туризм деп біз айтамыз. Себебі бұл елдің дүниелік және де діни көзқарасы түзелгеннен кейін адам міндетті түрде ол шариғаттың талабына сай демалыс орындарды іздейді. Солай демалғысы келеді. Бұл халал туризм сол атаудан шыққан. Себебі сіздің демалысыңызда әрбір нәрсеңіз ол шариғаттың талабына сай болмаса, ол халал деп, адал деп айту қиын да. Мысалға, сіз барған мемлекеттеріңізде, біздің адамдар Түркияға немесе Эмират көптеген елге барады, бірақ ол жерде ішіп, мысалға, арақ ішімдігі бар, зиянды андай бар, мынаусы бар, адамдардың ашық-шашық бар. Енді ол сол дүниелер көп та, көзге де бүкіл жағынан әсер етеді. Адамдар сол шариғатты түсінгеннен кейін сол нәрселерге қарсы деп айту ғой. Сол шариғаттың талабына сай нәрселер іздейді да. Сөйтіп, сондай туризм түсінік қалыптасқан. Халал туризм деп айтайды, немесе мұсылман туризм. Енді қандай ерекшелігі бар енді қазіргі таңда? Нақты шариғат талаптарына сай деп қай елдегі туризмді айта аламыз? Халал туризм деп шариғат талабына сай келетін демалыс орнын, демалыс түрін айтады. Ол шарттары былай. Сіздің баратын жеріңіздегі демалыс орныңызда бірінші кезекте ішіп жем дейді ғой, тамағы ол тұрғыдан халал болу керек, арақ шараптың болмауы, зиянды заттардың болмауы, шошқаның еті дейді, мысалы бізді қатты қойылатын нәрсе, ол нәрселер болмау керек. Және де мысалға баратын қонақ үйіңізде мысалға әйелдер мен еркек кісілердің араласпауы бөлек-бөлек болуы. Мысалға тренажер дейді, спорт залдары, массаж, бассейн, хаммам дейді, банясы дейді, бассейндері, пляж дейді, жағалау. Солардың барлығы әйелдерге, еркектерге бөлек-бөлек болуы. Кәдімгідей бөлек болады, бірақ бір қонақ үйдің ішінде бөлек-бөлек болады. Шариғаттың талабына сай, ол жерге еркектер кірмейді, балаларды да белгілі мөлшер балаларды да кіргізбейді. Мысалы, ұл балалар дейді, ұл балаларды кіргізбейді. Барлығын өте қатаң тексеріспен кіргізеді да. Телефонды алып жүру деген сияқты, видеоға түсіру, ол барлық жағынан сақталған. Және де онымен қоса қонақ үйде бөлмеде қыбланың белгісі, Құран тұруы мүмкін. Онымен қоса мешіттің болуы. Ол жерде мешіт. Және де кешкі уақыт, түскі уақыттарда программалар шариғат талабына сай келеді. Амфитеатрда қойылымдары болсын, барлығы сәйкес келеді. Және де әйел кісі болсын, ер кісі болсын, әурет жерін ашық жүріп, айтқанда тыржаңалаш дейді ғой, солай жүрмейді. Барлығы
ол орамалды болсын болмасын, бірақ кәдімгі жабық түрде солардың барлығы қатаң сақталады, қадағалайды. Сол тұрғылар. Қонақ үйде мешіт бар, азан шақырылады. Ол да бір керемет дүние. Сосын сіздің жатын бөлмеңізде телевизордың өзінде қосқан кезіңізде жалпы ұятсыз телеканалдар болады ғой, ұятсыз қойылымдар ол жерде қойылмайды. Соның барлығы қатаң сақталған, теріліп алынған каналдар көрсетіледі. Оның барлығы. Және де халал туризмде тағы бір талаптар ерекшелігі, мысалға ол жерге ерлі зайыптылар баратын болса, неке куәлік деген сияқты солар барлығы қаралады. Және де мынандай тағы бір өзгешелік бар, екі ер кісі бір бөлмеде жата алмайды. Мысалы біз басқа жаққа барған кезде, енді бұл халал концепцияға сәйкес келу керек деп ол шарт қойған. Мысалы білмейміз ғой, екі еркек пен еркек деген сияқты қазір түсінік бар ғой. Қосылым басқа нәрсе деген сияқты, ондай қазір таңсық дүние емес, ондай бар болғаннан кейін оларға дейін қарайды. Оған дейін қатты қарайды. Себебі біз бір брондаған кездерде сізбен балаңыз болғанда әкесінің жасы бір 55-60-та, баласының жасы бір 35-те. Екеуін бір бөлмеге жатқыза алмады, себебі бүкіл тұрғыдан қатты қарайды. Сол тұрғыларды көрдік. Тек қана бір ғана мемлекетте сол 100% халал стандартқа сәйкес келеді. Түркия дедіңіз ғой, қай қаласындағы? Негізі Аланияда көп шоғырланған, сосын Анталияда. Кеңесете айтып кетейін, мысалға бізде ең жақсы нетілген Voum Deluxe деген қонақ үй бар. Егер баратын кісілер болса, сосын Adin Beach Resort деген бар. Сосын ең жақсы дамыған бірі Adenia деген бар. Adenia Resort деген бар. Elvin Deluxe, Beralania деген бар. Сосын Selge Beach деген қонақ үйлер бар. Шахим Paradise деген жақсы. Барлығы сол Аланияда? Аланияда бар. Осы Анталияның округінде сол жерден таралады. Сосын Мармаристе, Анджелес Мармарис деген өте бір керемет қонақ үй бар. 20-дан астам қонақ үй бар. Бірақ біз өзіміз ұсынатын бір 5-6-ға жуық қонақ үйді біз ұсынамыз. Олардың барлығында біз өзіміз болғанбыз, әрқайсына кіріп көргенбіз, қарап, сол тұрғыдан мен айта аламын. Енді қараңызшы, көпшілік адам енді ол халал болғанда өзімізге байланысты ғой, өзім ішпесем, өзім шекпесем, өзім нәпсімді тыйсам болды емес па, ана қымбатқа барғанша мына жаққа бара бермеймін ба деген ой келуі мүмкін де мысалы. Енді айтады ғой пайғамбарымыз, сөйлесеңіз жақсы сөз сөйлеңдер, немесе дұрыс нәрсе ол адамның бүкіл жағына, берекетіне, табысына, барлық жағынан әсер етеді, денсаулық жағынан да. Сіз енді барған жеріңізде ол халалға сәйкес, шариғат талабына сәйкес болмайтын болса, ол жерде ішімдік толып жатыр, сіз оны көресіз. Былай айтқан кезде адамдар ашық-шашық жатыр, сіз көзіңізді енді қашанға дейін мысалға жауып жүре аласыз, былай жүре алмайсыз деген сияқты да. Оның барлығы негізі адамға әсер етеді. Сосын сіз байқамай халал емес тағам жеп қойған болуыңыз мүмкін. Ол да бар. Ең бастысы бұл енді әйелдерге байланысты қиындау да. Мысалы еркектер жарайды жүре беруі мүмкін деген сияқты айтуымыз болады. Бірақ әйелдерге сіз әйеліңізді қалай ол жерде шешіндіріп жүруіңіз мүмкін деген сияқты. Ол еркек адам қызғану керек. Сосын қалай қарап жүре аласыз, бет алып деген сияқты. Ол бүкіл тұрғыдан сіз былай ішіңіз демалуы мүмкін, бірақ рухани сіз құлдырап қайтуыңыз мүмкін да. Ал сіз ол жерде ол нәрсені көрмесеңіз, барлығы шариғат талабына сәйкес болып тұрса, керемет қой, жүрегіңде тыныш, нәпсіңде тыныш, асқазаныңда тыныш, барлығы сәйкес келіп тұр да, уайымсыз пайдаланасың. Мынада халал мекен, харам мекен, анау андай мекен, мындай мекен, әйелімді біреу қарап атын мекен, қарамай жатын мекен деген сияқты да. Әйеліңіз сізді уайымдайды да, қаншама ашық жүрген әйел кісілер бар оны деген сияқты. Сіз екеуіңіз бірге бүйтіп жүре алмайсыз ғой. Ол да күмән болуы мүмкін, немесе уайым болады да. Ал сіз ол жерде бүкілін бәрін былай айтқан кезде шеше аласыз да. Сосын бүкіл тұрдан ыңғайлы. Енді сіздердің компанияларыңызға тоқталайықшы. Достық Travel компаниясы 7 жыл болды. Қазіргі нарықта өзінің қажылық фирмаларының арасындағы ойып орнын алды. Мен білемін, сіздердің жұмыстарыңызды бастаған кезде мысалы әлеуметтік желімен қатты жұмыс істедіңіздер. Әлеуметтік желімен аккаунттарыңызды көтердіңіздер. Сол арқылы халыққа танылдыңыздар. Ең алғаш. Одан кейін бар басқа фирмаларда әлеуметтік желіде Инстаграмды қолға ала бастады. Енді сіздер орындарыңыз қандай осы қажылық фирмаларының ішіндегі? Қай деңгейде деп айта аласыз?
Аллаға шүкір, осынша жылдың ішінде сол жақсы жұмыс жасап келе жатқан қажылық фирманың қатарына кіре алдық деп ойлаймын. Енді сіздер жаңағы қажылық кезінде бір 12 айдың ішіндегі бір 2 айында жұмыс істеп қалатын компанияға жатқызбайсыздар өздеріңізді. Біз бұл салада қаншама жылдан бері жұмыс жасап, бұның дамуы үшін барымызды салып келе жатырмық. Қаржылай тұрғыдан, әлеуметтік бүкіл тұрғыдан жұмыс жасап келе жатырмыз. Жыл 12 ай жұмыс жасаймыз. 3 қалада, 4 қалада офистар аштық. Мысалға біз өзіміз осы солтүстік, оңтүстік, осы Алматы, Тараз, Шымкент, оңтүстік тұрғыда бұл қажылық деңгейі өте жоғары деңгейде, Аллаға шүкір, баратын саны. Біз солтүстікте, солтүстік өңірлерде қажылықтың деңгейін көтеру үшін көптеген жұмыстар жасадық. Мәселен? Барымыз. Біз солтүстік өңірде көтеру үшін адамдарда баға қымбат анау мынау деген сөз болмау үшін біріншіден рейстер санын көбейттік. Аптасына бір рет ұшатын, кей кезде 2 рет ұшатын, бір айда 4-5 группа ұшатын рейстер қойдық. Бағаларын 790-800 доллардан, 750 доллардан қойған күндеріміз болды. Ол арзан ба ол негізі? Әрине ол өте арзан, себебі негізі қажылықтың құны 1200-1300 болатын болса негізгі. Біз ол тұрғыдан барынша жасадық. Арзандау істеуге тырыстық, акциялар жасадық. Сосын адамдар құлшынысын, әрекет жасасын деп, өзіңіз білесіз, бірге жасаған 10 адамға тегін жолдама жасадық. Неше түрлі байқаулар жасадық. Әрқайсысы жеке-жеке болды. Көтерейік. Сіздердің шарттары да қызық болды. Мысалы, басқа бір шарттар, акциялар ұйымдастырған кезде бір талаптар қояды. Мысалы, бір адамдар белгіле, немесе тарат деген сияқты бір акциялар ұйымдастырады ғой. Сіздерде кәдімгі білмей тұрғыда өсетіндей шарттар болды, иә? Осы қажылыққа байланысты ол адам білім болмаса ол барғанмен пайдасы жоқ қой. Сол білімей тұрғыдан қажылықтың не екенін білу үшін сол сұрақтарды қойдық. Соларды кім жақсы білген адам, әрекет жасаған адам, жаттаған адам деген солардың барлығына қарап біз жеңімпаздарды анықтадық. Яғни кездейсоқ емес, кездейсоқ адам бара алмайды. Кездейсоқ емес, себебі нағыз ықыласты. Дайындығы бар адам, Алла Тағала ол жерге шынайы ықыласы бар, дайындығы бар адам қабылдайды. Аспаннан былай келіп ешкім бара алмайды ғой, себебі Алла Тағала сондай адам шақырады. Қанша адамға беріп үлгердіңіздер карантинге дейін? Біз 5 адамға бердік. 5 адамға беріп үлгердік. Бірақ әрқайсысы әртүрлі. Біреуі сол сұрақ жауап болсын, біреуі басқа қыздар арасында болды, ұлдар арасындағы әртүрлі. Біреуін мешітке арнады деген сияқты солай бердік. Жақсы. Енді халал туризмге байланысты сіздер алып барып жатсыздар ма? Дос Travel енді сол қажылық ашылғанға дейін сол халал туризмді қолға алады деп айта аласыз ба? Бастадыңыздар ма? Қашан бастайсыздар немесе? Біз жұмыс жасап жатыр. Қазір таңда өзіміз менеджерлер сол халал туризмді сатып жатыр. Аллаға шүкір барып жатқан адамдар бар. Жаппай дейді ғой, жаппай группа кетпейді бұл жерден. Әркім өзінің, бірақ бұл салада біраз көп жұмыс жасау керек. Жарнама жағынан болсын, басқа тұрғыдан болсын, түсініктеме көп беру керек. Енді Алла қаласа осы пандемия мәселелері толық шешілсе, негізі жарнама мәселесі барлық жағынан көтереміз деп отырмыз. Осы 2020 жылдан бері қарай ішкі туризм біраз көтерілді. Мына Түркістанның өзі керуен сарайы қазір хит. Көпшілік адам барып жатыр. Мысалы біздің Шарынға да барып жатқан бар, Көлсайдың өзінен қаншама демалыс үйлері ашылып жатыр деген сияқты. Өзіміздің ішкі туризм. Сіздер осы ішкі туризмді қолдайсыздар ма жалпы? Қалай қолдайсыздар? Енді осы саланы бітіргеннен кейін біз бұл нәрсені қолдаймыз. Бірақ мен өзім алғашқы жылдары жұмыс жасап көрдім. Кейіннен осы халықаралық туризм шетелге және де қажылыққа жіберу солмен негізгі бағытымыз солай кетті. Себебі ішкі туризмде ашық айтқанда қолдау жағынан бізде өте қиындау да. Қандай қолдаулар жетіспейді? Қолдау болғанда біздегі жол тораптары, туалет дейді, дәретхана мәселесі, демалыс орында тазалық, ол жердегі демалыс орындағы көптеген жатын орын болсын, демалуға сәйкес келетін талаптардың көбісі орындалмайды. Солар ұялып қаласында өзің жатқа. Сосын мемлекет тарапынан немесе сол қонақ үйлер, ұйымдар тарапынан қолдау жоқ. Біз қонақ үйлермен де сөйлестік, басқалармен
біз алып келейік, шетелден адам алып келейік, соларды ұйымдастырайық, автобустарға бізге алғашқы 1-2 группаға тегін жасап беріңдер. Ертең сіздерге қаншама адам жібереміз дейсің ғой, оған көнбей тегін жасап беруге, немесе арзан қылып. Қонақ үйлерге біз шетелден біршама компания алып келеміз, оларға тегін бөлме бер, тамақтарды тегін ұйымдастыр. Сен енді 10 күн бойы демейміз ғой, 1 күн 2 күн деген сияқты. Олар жасамағаннан кейін, қолдау болмағаннан кейін, оның бәрін сен қалтаңнан төлейтін болсаң, бір рет емес, сен қаншама рет істеуің керек та. Содан кейін оның барлығы өте оңай емес. Содан кейін компаниялар қойшы дейді, тыныш қана. Біз енді отан туризмін қолдауға біз барымыз салдық. Мен жобаларымның бірі отырарды қайта құру керек деген бір проект болған. Соны ұсынып мақала ретінде жарыққа шығардық, сұхбат бердік, бірақ орындалмады. Себебі біз Қазақстан әлемге туризм дамыту жағынан мен жеке ойым, бұл тарихи тұрғыдан біз әлемге брендпіз, танымалымыз. Себебі сіз керемет жылтыр здания дейді, ғимарат салғанмен пайда жоқ та. Экспоның өзінде де ондай бір керемет көп келген жоқ та. Былай айтқанда. Ал бізге Отырар, Түркістан, Сайрам, Тараз деген сияқты керемет. Біз сол тұрғыдан атақтымыз. Біз соларды көтерсек, ол ағылып келеді. Мен Отырарды қайта көру керек деген проект жасаған кезде, сол Отырарды тура сол жерден емес, соның қасынан бір жерден сол ежелгі қаланы қайта тұрғызсақ, реставрация жасақ дейді, жаңадан. Мына көшпенділер түсірген жер сияқты, солай әдемілеп өкімет тарапынан ақша бөлінсе соны түгел бір қаланы істеп шықсаң, керемет қой. Сосын адамдар ол жерге ағылып келеді. Ол жерде сол жер болу шарт емес негізі. Сол жерде бірақ Отырар болды. Біз барып Астанаға барып оны салып жатқан жоқпыз. Отырарда болды, бірақ сол тұрғыдан оны көтерген жоқ, бірақ қастан Отырар қандай болды екен дегенде түсінікті, кітаптағы түсінікті көз алдыға соның жасанды түрін салса, ол керемет береді. Себебі ол миллиондаған адамдар ағылып келеді. Қонақ үйлер, адамдардың жағдайы бүкіл тұрғыдан негіз көтеріледі. Енді сол проект егер мысалға дейік орындалса, мен ойлаймын, сол ақшасы 2 жылға жетпей, соның кеткен шығыны 2 жыл немесе 1 жылдың ішінде, жарнама дұрыс болса 1 жылдың ішінде ақталады. Бұл бізге тарихи туризм өте қажет бізге. Себебі біз жастардың рухани жаңару тұрғыдан, бүкіл тұрғыдан көтерілу керек. Себебі ол тарихын білмесе, тарихын енді бұл айтқан кезде ғимараттары қарап айта алмайсың ғой. Бізде мектеп программаларында өзімізде барлық барды, Түркістанға барады да. Сондай жерлер көп болса, біздің ата-бабамыз, тарихымыз қалай болғанын сіз сол көрсету арқылы айта аласыз да. Жай кітаппен, былай сөзбен ол адам түсіне қоймайды. Сол жерді көзбен көріп, қолмен ұстамаса, ол тұрғыдан жетілмейді. Ал ол тарихын білген адам, соны көрген адам, ұстай алған адам, біздің Тауке хан Отырар деген қалай алынған екені, мынау қандай еңбекпен келгенін білгеннен кейін, ол патриот адам, елін қорғайтын адам, жерін қорғайтын, жеріне қызмет ететін адам, ол туылады, әрекет жасайды. Ал оны біз көрсете алмасақ, жай кітаптан или сөзбен болса, ол негізі көтеру өте қиын болады. Енді шетелден қаншама адамды біздің елді танытуға өте үлкен мүмкіндікті, қаншама ғұламаларымыз, адамдарымыз, батырларымызды танытуға, әлемге танытуға өте үлкен мүмкіндік болады. Енді мен бұл турда не үшін айтып жатырмын? Себебі біз Өзбекстанға, Түркияға барып адамдар ағылып барады. Мен Өзбекстанда Хива деген қалаға бардым. Бір қала түгел сақталып қалған, ешқандай несі. Қарасаңыз, адамдар жанында қонақ үйлер салынғанда, қонақ үйлерге 1 жылға 2 жылға орын жоқ та. Алып қойған. Себебі ол әлемнің 14 мемлекетінен рейстер келіп жатыр да. Лондон дейді, Италиядан, Испаниядан, Португалия, Хорватия бар, мына жақтан Япония, Кореядан, Қытайдан, Германиядан, Америкалардан келіп жатыр. Ойлашы, бір шеттегі жерге келіп жатыр. Қарасаңыз, қонақ үйді алып қойған да. 2 жылға қонақ үй. Біз алдын ала план орындап қойды. Бүкіл қонақ үйді бос емес. Ол жер бос болған өздерінің адамдар келеді. Солай көп қонақ үйлерді, біразын жақсы қонақ үйлерді алып қойғанда, туризм дамып жатыр, елді кәдімгідей танытып жатыр да. Танытып жатыр. Ал біз заманауи тұрғыдан мен ондай айта алмаймын. Біз әлемнен озып кете аламыз бұл тұрғыдан деп айта алмаймыз да. Біз қай жағынан әлемге танымалымыз?
отырарымызбен, сайраммен, түркістанмен, арыстан бабымызбен, былай айтқанда тарихи тұлғаларымызбен ашық да. Әл-Фарабиімізбен, Қожа Ахмет Яссауи бар, Баласағұн бар, біздің Тәуке ханымыз бар, Абылай ханымыз бар. Ескі қаланы салып, осындай адамдар бізде өмір сүрді деп айтсақ дейсіз. Танталасын. Ол еліміздің адамдарын, және де өзге елдердің, және де ол әлемнен адамдар ағылып келген екен, ол жерде кино түсіреді, кино индустрия дамиды, қонақ үйлер дамиды, адамдардың әлеуметтік экономикалық деңгейі автомат түрде жоғарылайды. Себебі әлемнен қаншама адам келе жатқан кезде сіз дұрыс көлік болмаса сізге отырмайды, дұрыс киім болмаса отырмайсыз. Сол өңірдегі сервистердің көтерілуіне бүкіл тұрғыдан ол әсер етеді. Бір ғана жобаның өзі. Мен ойлаймын, ол нәрсе егер жоспармен барлық жасалса, негізі қаражаты 2 жылға созбай, негізі ақшасын ақтайды. Қалған жылы мысалға пайдалы, және де әлемге танымал болу тұрғыдан, бүкіл тұрғыдан негізі біз керемет. Ойлаңызшы, бір қала 40 гектар, 50 гектар жерді, 50 гектар жерді бір қала қорғандары сақталып тұр. Қорғаны бар, есігінен кірдің, халық, қарапайым халық, рабат дейді. Одан кейінгі мешіт, медресе, басқа да ғимараттар, соңында қаланың әмірі, сұлтанның сарайы, ханның сарайы деген сондай сақталып тұрса, қандай бір түсінікті болады да, көп тұрғыдан ақпарат беру тұрғыдан. Және де ол жерде бүкіл нәрсені арендаға бересіз, әрқайсысына төлем жасалынады. Қанша миллиондаған келген кезде ол ақшасын да ақтайды. Сосын біз бүкіл тұрғыдан танымал болуымызға барлық жағынан, экономикалық жағынан да ол керемет бізге пайда береді. Біз осы отандық туризм, онымен қоса осы оңтүстікте бүкіл туризм түрлерін дамытуға байланысты жобалар қарастырғанбыз негізінде. Себебі оңтүстік жақ, осы оңтүстік Қазақстан облысы, қазір Түркістан, Шымкент, сол жақтар көп тұрғыдан ыңғайлы да. Ауа райы тұрғыдан, тарихи зданиялар, ғимараттардың барлығы бар. Тау десең тау бар, бау десең бау бар. Тау шаңғы дейді ғой, Таусамалда сондай тау шаңғы курорты бар да. Көл десең теңіз сияқты көлі бар Шардарада. Шөл десең сафари дейді ғой, бізде Біріккен Араб Әмірлігінде сондай дамыған ғой. Ол тұрған, тамақ тұрған, және де бұл тамақтану жеміс-жидектер жағынан да бүкіл жағынан арзан. Халық көп, барлық жағынан негізі өте дамытылып болады. Бір жерде көп нәрсе шоғырланған да, көп нәрсе шоғырланған. Бұл айтқаныңызда қорықтарымыз бар, таулар бар, барлығы бар да. Сіз аэропорттан, әуежайдан түстіңіз, қалаған нәрсеңізге барасыз, ұсына аласыз да. Теңізге суға түскің келе ма? Шардараға бар. Тарихты қарағың келе ма? Түркістан, Отырарға бар, Сайрамға бар, ана жаққа бар, Қазығұртқа бар. Тауға барғың келе ма? Таусамалына бар. Қорықтарды көргің келе ма? Таулы жерлерді көргің келе ма? Машат бар, Өгем қорығы бар, Ақсу жағалауы бар. Шөл керек па? Шөл десең шөл толы да. Сафарис дейсің ба? Әлемнің қаншама туризм түрлері бар ең дамыған. Соның барлығын ұйымдастыруға өте қолайлы да. Бәрекелді. Енді жалпы туризм, қажылық, халал туризм, ішкі туризм деген мәселелерді біраз айттық. Енді Алла істеріңізге береке берсін. Қажылық ашылғанға дейін осы халал туризмді әлі де дамытасыздар деген ойдамыз. Басқа не айтасыз? Пандемия, бұл карантин деген бізге ашығы көп деген тұрғыдан хайырында берді, зияны жағы да болды, басқа жағынан да болды. Не ұттық? Неден ұттық? Не ұттық? Біз карантинде ашығы жаттық қой, бірақ мен өзіме осы тарихты аңғаруға, тарихты зерттеуге мен үлкен бір себеп болды. Тарихты оқыдық ашығы. Мен үйге көптеген кітаптар сатып алдым, тарихты оқыдық. Осы пайғамбарымыздың дәуірінен, уақытынан бастап, осы уақытқа дейін аралықтағы, біздің хандыққа дейін аралықтағы тарихты зерттедім өзім үшін. Әлі де зерттеп жатырмын, қаншама кітаптар алып.
ол үлкен бір шолу болды, үлкен пайда берді ашығы. Онымен қоса біз достық лайв жобасын бастадық. Бұл жоба осы күнделікті өмірде пайдаланатын негізгі өнімдерді шығару кірдік. Қарасаңыз, бұл жоба көптеген уақыттан бері жоспарланып жүрген, бірақ осы жыл соған алып келді. Біз қазір сабын өндірісімен айналысып жатырық. Сабын өндірісі, сонымен қоса тіс пастасы, шампунь дейді, порошок дейді, сосын онымен қоса фейри сияқты ыдыс-аяқ жуатын сұйықтықтар, және де осы конфет дейді ғой, конфет тәтті, сол өндірісті біз зерттеуге кірістік та. Себебі мұсылман болғаннан кейін, адам болғаннан кейін бұл табиғи таза нәрселер іздейді. Соларды өзіміз үшін зерттеп, сол өндіріске кірістік. Себебі естіген нәрсенің көбісі күмәнді, бүйтіп қарасаң. Ананы естейсің, ода шошқаның майы, ананың майы бар, зиян зат дейді. Мынаны естейсің, конфетті естейсің. Негізі бізде ауадай қажет дүниелер, қарайсың, көбісі зиян. Сөйтіп, сол табиғи таза халал дүниелерге кірістік. Аллаға шүкір, қазір солардың үстіне жұмыс жасап жатырық, соларды өндіріп жатырық. Қазір таңда сабынымыз шықты, алдағы уақытта. Қазір сатылымда бар, иә? Сатылымда бар. Қалай іздеп табылады? Қалай сатып жатсыздар? Алғашқы уақытта халыққа бір проба дейді ғой, пилоттық жоба ретінде ұсындыңыздар? Ұсындық, пайдаланып көрдік. Енді алдағы бұйыртса, осы бір айдан кейін Қазақстанның бүкіл жеріне таралады, Құдай қаласа, дүкендерде, сөйлерде бұйыртса болады. Сол сабынымыз болсын, тіс паста барлығы болады. Уайымсыз, қайғысыз пайдаланасыз. Сосын құлшылығыңызда да басқа тұрғанда уайымдамайсыз да. Балам мынандай жеп жатыр ма екен, өзім құлшылығым қабыл болды ма, қабыл болмады, араласып кетпеді ма дейтін. Сол тұрғыдан зерттесек, қоғамымызға, елге пайдасы тисек, бір фарзы кифая дейді ғой, сол нәрсені бір істесек деген да. Сондықтан біз осы дүниені қолға алайық, осы дүниені жарыққа шығарайық, және де конкуренция пайда болсын, дамысын, отандық өнім дамысын деп ашық әрекет жасап жатырық. Бүкіл адамға пайдалы болсын, уайымсыз пайдалансын деп. Аллаға шүкір, жұмыс жасалып жатыр. Алдағы уақытта осы өнімдеріміздің барлығы Құдай қаласа шығады. Бәрекелді, Алла разы болсын. Енді істеріңізге береке тілейміз. Дамыңыздар, өркендеңіздер. Сіздердің дамысаңыздар, сервисіміз күшейеді. Сервисіміз күшейсе, мәдениетіміз артады. Мәдениетіміз артатын болса, бізге келушілер бізге риза болады. Және сол арқылы біз өзіміз таныта аламыз ғой. Дұрыс айтасыз. Сондықтан сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Істеріңізге Алла берекесін берсін. Амин, сіздерге де. Міне, қадірменді достар, біраз әңгіменің шетін қайырдық, қажылыққа, туризмге, умраға, тіпті ішкі туризм, сабын, шампунға дейін әңгіме өрбіттік. Барлығы адалынан, тазасынан болатын болса, ол біздің өміріміздің берекесіне міндетті түрде әсер етеді. Сіздермен бірге болған мен Алтынбек Рахымберді және тамаша әңгімесімен, ойымен, жобалармен бөліскен Абдусамат бауырымыз. Бүгінге осы, бауырлар, амандықта жүздескенше